Тараз құрамасы кезекті рет жеңіске жетті. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 21-ші тур ойындары қарсаңында жамбылдық жерлестеріміз Шымкент алаңында жергілікті Ордабасы командасын кездесті. Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы орталық стадионда өткен ойында 3500 адам тамашалаған. Оның ішінде тараздық футбол фанаттары да бар. Сырт алаңда өнер көрсеткен жерлестеріміз ойынның небәрі 4-ші минутында есеп ашты. Андрей Яковлевтің қақпашыдан асыра тепкен добы осы чемпионаттағы ең жылдам голдардың бірі. Ойын одан әрі тараздық спортшылардың иелігіне өрбірді. Бірінші тайм 3-ші минутында Әлшер Сүлей 23 метрден қарсылас қақпасына көздеп, өзінің әдемі голын соқты. Есеп 2-0. Алғашқы таймның басынан ақ 2 гол жіберген алаң қожайындары есеп қайтаруға тырысқанмен шабуылдың реті келмеді. Есесіне ойынның 40-ші минутында Әлшер Сүлей өзінің екінші голын ұрып, осы матчтың дублері атанды. Екінші тайм Ордабасы сапындағы ойыншылардың алысуымен басталғанмен қарсылас командадан шықпады. Тек матчтың соңына қарай ордабасылықтар бірнеше қауіпті соққылар жасағанмен нәтиже болмады. Осылай сырт алаңда Ордабасыны ойсыра тұтқан тараздықтар келесі ойында алматылық Қайратқа қарсы өткізетін болады.